وجاءت سكرة الموت بالحق. Өлім деген есеңгіретумен келеді дейді. Өлім, адам осы дүниеде қандай да бір қиын ауырған жағдайлары болады. Мысалы, бір жеріңіз қақсап, денеңіз, сүйегіңіз ауырып, енді аурудың әртүрлі жаңағы дәрежелері болады. Сол аурулардың ешқайсысы жете алмайды екен өлім кезінде сезілетін ауруға. Өлім кезінде сезілетін ауру, құрметті жамағат. Біз кейде ойлаймыз ғой, тек қана кәпірлер ғана сезетін шығар деп. Жоқ. Өлімнің есеңгіретуі, өлімнің ауырлығы мұъмин де сезеді, кәпір де сезеді. Алла Тағала Құранда айтып отыр: "Ваджаат сакратул маути бил хаққи". Өлімнің есеңгіретуі, мына мәңгіртіп жіберуі деп отыр да. Мәңгірту деген нәрсе бар өлімнің. Сол мәңгіртуі, есеңгіретуі дейді. Ол шындықпен келеді дейді. Алланың әмірін алып келеді деп отыр ғой. Ана жан суырылып атқан жағдай оңай емес екен ол. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы Айша анамыз айтқан кезде, мысалы пайғамбар Айша анамыз айтады: "Ма ағбиту ахадан бихауни маутин, ва ла акраху шиддатал маути ли ахадин бағда лази раайту мин шиддати маути Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам" деп айтқан Айша анамыз айтады. Аллах Тағаланың елшісінің өлім сәтіндегі қатты қиналғанын көргеннен кейін дейді. Қараңыздар, қатты қиналғанын көргеннен кейін біреу жеңіл өпті өлімі деген нәрсені естісем қызықпаймын дейді оған. Біреудің өлім сәтіндегі жағдайы жеңіл өпті дегенге мен қызықпаймын дейді. Ма ағбиту ахадан бихауни маутин ва ла акраху шиддатал маути ли ахадин абадан. Сондай-ақ дейді, біреу бір мұсылман үшін өлім сәтінде қатты қиналуын мен жек көрмеймін дейді. Өйткені Алланың елшісі қиналған дейді. Ол жерде көрсетіп жатыр Айша анамыз. Ол өлімнің есеңгіретуі, қиындығы, ол жаман адамға ғана байланысты нәрсе емес, бірақ өлімнің іске асуы ол өте қиын нәрсе екен ғой өзі. Мына өлім сәтіндегі адамның жағдайында Алла Тағала бізге көрсетпейді екен ғой. Мысалы, Құранда өзі айтады, жалпы екі дәреже, жаңа жан шыққан кезде, жан шығып бастаған кезде, жаңағы періштелер түгел тұр ғой. Ешкім көрінбейді. Қазір оған байланысты аяттарды айтамыз. Ақырын шығып атқан кезде адамның денесінде бүкіл жүйке клеткаларына дейін жаңағы ауруды сезеді. Мұсылман үшін бұл өте керек, өйткені сол ауруларымен соңғы қалған күнәларының бәрінің өтемі өтеледі. Сондықтан ғана ей жақсы жан шыға ғой деген сөз кетеді. Мұсылман үшін ол керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдарға ол дәреже. Дәрежелілерге, Алла қатты жақсы көретіндерге үлкен дәрежелер бар да ертең ақыретте. Ол дәрежелердің өтемі. Қараңыздар қандай мәселе. Сонда біріншісі калла иза балағати тарақия ва қила ман рaq. Алла Тағала бірінші баяндайды, мына бұғана сүйек. Ей Мұхаммед, қоя сал олардың сөйлеп жатқан нәрселерін. Әсте олар ойлап жүргендей болмайды жағдай. Жағдай бұлай болады. Қашан жан бұғанаға жеткен кезде дейді. Келатқан кезде. Ең қатты қиналатын тұстар осы жер екен. Мына жақтан бәрінде ақырын келеді да. Ал бұғанаға жеткен кезде жағдай қиындалады. Сол кезде жаңағы уақила ман рaq, мынаған дем салушы бар ма деп айтылатын жағдай. Сол кезде адамның көзі жетеді. Ана екі балтыр бір-біріне оралған кезде, кешегі айқайлап отқан дауыс. Бір айқайлайын деп отқан кезіңізде, біреуге бүйтіп түбіне жетейін деп отқан кезіңізде, сол өлім сәтіңізді еске алсаңызшы, бейшара болып жатамыз ертең біз. Екі балтыр бір-біріне оралған, қандай салмақта болсаң да, балтырыңа оралған, бейшара. Міне, біреудің зат екенбіз ғой біз, Аллах Тағаланың. Адам өлім сәтіне дейін ойлаған, мен өзімдікі өзіммін деп та, сөйтсем, Аллах Тағаланы кісің. Көрсетті өлім сәтінде. Төсектен тұра алмай жатқан адам. Сол кезде ол нақты біледі дейді. Жанның тәнді тастап баратқанын дейді. Иля роббика яума изинил масақ. Раббыңа қарай айдаласың сол күні дейді. Одан екіншісіне бұғанадан кеткеннен кейін
тамаққа келеді екен. Фалаула иза балагатил хулқум, жан тамағың алқымға келген кезде дейді. Екіншісі қатты жағдайда. Осы жерге хулқумға келген кезде Алла Тағала бізге мынандай нәрсені айтады. Айналасында тірі тұрған адамдарға ва антум хина изин танзурун, сендер сол кезде оған қарап тұрасыңдар дейді бүйтіп. Сол кезде қарап тұрасыңдар дейді оған. Сосын айтады: ва нахну ақрабу илейхи минкум, өлім сәтінде біз істеп жатырмыз дейді өлімді. Біз өте жақынбыз дейді оған. Түсіндіңіз бе? Өлімді істеп жатырық қой дейді біз. Ал сендер қарап тұрсыңдар, біз сендерден де жақынбыз дейді. Валакин ля тубсирун, бірақ сендер бізді көрмей тұрсыңдар дейді. Қараңдар. Осылайша әркім дүниеден өсіп кетіп жатқан сәт қой. Міне, сол кезде Алла Тағала айтады: фалаула ин кунтум мадинин, егер де сендер бізге сот жоқ деп жүрсіңдер ғой деп жатыр да Алла Тағала. Бізге сот жоқ, өзіміз білеміз деп. Бізге сот жоқ деп жүрген сөздерің рас болса, өз істерің өз қолдарыңда болса, таржиғуна қайын күнтум содиқин, онда ғана біз жанды шығарып атқан кезде неге ішіне қарай салып жібермейсіңдер қайтадан дейді. Қарма, істей алмайсыңдар ғой дейсіңдер, менің ісім жасалып жатыр дейді бұл жерде. Сондықтан фаин кана минал муқаррабин, фаамма ин кана минал муқаррабин, осы өлім сәтінде жатқан адамдарың дейді, егер де маған жақын құлдардан болатын болса дейді, Алла айтып жатыр. Фараухун, онда маған оған дейді, рахымымның самалы келеді дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, бұл самалды ешкім сезіп көрген емес әлі жердің бетінде. Алланың рахымының самалы келеді. Оны ешкім сезіп көрген емес, ана жан ғана сезеді. Қай жан? Фаамма ин кана минал муқаррабин, егер бізге жақын құлдардан болса дейді. Бұл жақын құлдар, құрмет жамағат, жақын құлдар дегенде бұл бағанаға өзіміз Алла Тағаланың бақылауын сезу арқылы ғана жақындай аламыз біз. Алла Тағаланың бақылауы деген нәрсені сезіп үйренсек, сол нәрсе болмаса басқа нәрсемен жету қиын. Сол егер бізге жақын құлдардан болса дейді, онда оған жанын шығарып атқан кезде фараухун, рахымымыздың самалы келеді дейді. Ва райханун, райхан деген сөз мысалы белгілі өздеріңізге тілде. Рахымының иісі келеді. Ешкім сезіп көрмеген, жәннаттан жібереді ғой бірден Алла Тағала, түсіндіңіз бе? Мұрнына келеді ғой мына жаққа. Оны ешкім сезе алмайды, сол адамнан басқа да. Бірден сүйіншіледі дейді сол жерде. Ва жәннату нағим дейді. Қараңдар. Және бақытқа бөленетін жәннат дейді. Бұның кітап алады, кітап, есеп деген нәрсені айтпай-ақ қойын дейді бұл жаққа. Көрінсе қандай нәрсе болады. Ва амма ин кана мин асхабил ямин, бәріміз үмітіміз мысалы. Ал кім кітабы оң жағынан берілетіндерден болса, бұл жаңағы жақын құлдардан кейінгі дәреже ғой. Ана жақын құлдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: әуелу зумрутин ядхулунал жанна биғойри хисаб дейді. Жәннатқа ең бірінші кіретіндер, ең бірінші кіретін топ дейді, есепсіз кіріп кетеді дейді олар. Олар дейді, өздері бірден бөлініп шығарылған бетте, қарады, мутамасикуна, бір-бірін ұстап алады дейді бүйтіп. Жүректері ең тазалар ғой. Бір-бірін бүйтіп ұстап алған. Ахизуна бағдукум бағдан, бір-бірін ұстап алған дейді. Сосын айтады дейді: ла ядхулу ахирухум жа әуалухум хатта ядхулу ахирухум. Ең соңғымыз кірмейінше үйреніп қалғанбыз дейді. Сондықтан таза да. Хор қызы керек па? Жүректер ғой. Азан проблема жасамайтын жүректер ғой жердің бетінде. Қай жерде жұта алмай қалдыңыз? Жазыңыз өзіңіз. Міне осындайлар өмірден өзі болса, оларға өлім басқаша келеді. Бір шанс кетіп қалды. Жаңағы қиын. Бірақ Алла Тағала өмір берген, ертең қайтадан сондай шанстар қайталанады. Вот сол кездерде өзіңді ұстап қалсаң, келіп жатқан нәрсе керемет та. Сол нәпсі деген нәрсе осындай нәрсе. Кім оң жақтан? Сондықтан мына жаққа күнәға деген ізденіс салынғаннан кейін біз құтыла алмаймыз одан. Түсіндіңіз бе? Жаңағы сол күнәні оятып жіберетін нәрсеге тек жақындамау арқылы ғана біз аман қаламыз. Саған солардан сәлем жібердік. Түсіндіңіз бе? Шайтанның есіктері тұрады, шақырады ол. Жақтікі кішкене басқаша шақырады. Одан кейін үшіншісі жаңағы айтады, мына есікті ашсаң,
егер ананы ашып қалсаң дейді кірмей қоймайсың дейді. қара қалай айтып отыр, кірмей қоймайсың дейді, ашып қойып одан кейін бүйтіп кірмеймін деп тұрып болмайды дейді. ондай зу етіп кіріп кетесің дейді. сондықтан ашу мәселесі сезетеді ғой көп нәрсені. сіресіне терлетіп отырған жалпы оны өлімнен кейін нәпсі сондай үйреніп қалған, айналаның бәрі жаһаннамға түсу деген нәрсе күтіп тұр. жердің беті сол да. Не, құрметті бауырлар. Сондықтан өлім сол сәтінің себептен өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өте вассалам маңызды нәрсе. бұл дүние мүминнің абақтысы дейді. абақтысы деген сөз жаңағы күнәларға байланысты. нәпсіге шанс бермейсің. Айша анамыз айтады. өте қиын. Инна Расулаллахи сөйтіп саллаллаху алейхи вассалам кана байна Алла Тағала ядайхи адалдығыңызды көреді, сосын фихи мау. жеңілдетіп Аллах жібереді. елшісі өлім сәтінде жатқан кезінде, оны өлім жеңілдетіп сәтінде жатқан кезінде дейді, біраз тынышталасыз. қасында су тұрған дейді бір ыдыста, торсық. Аллах Тағала Фажағала нәрсені юдхилу айтады. ядайхи. Сол суға екі қолын бүйтіп салады дейді пайғамбар саллаллаху وأما من алейхи خاف вассалам. مقام ربه Сөйтіп екі қолын суға ونهى салып النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. қараңызшы, фаяқулу, осыны сүртіп жатып айтады дейді. кім дейді? Раббысының алдында тұратын күннен, Раббысының алдында тұратын күннен кіретулері бар екен. қорықса дейді. Түсінсіз ба? Алдымен осы керек екен. түсіндіңіздер ме? қорқу деген нәрсе керек болады екен. дейді. қорықса, сосын барып айтып отыр. сосын тыйса дейді. ән-нәфса, жан дүниесін. кіретулеріне қарсы жәрдем берші деп. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Хауа деген көңіл сұрап қалау. отыр ғой. Біз Ананы қалаймын, мынаны қалаймын, ананы қалаймын деген мәселе. Алла есімізді Алла рахмет. Бізде мысалы бұл келіп тұр деген сөзді қосып айтамыз ғой біз. Жоғалып кететін нәрсе де лимонад ішкім келіп тұр. Алла Тағала өлімнің тікелей мағынасында өлімнің мастыры дейді. Әрбір келіп тұрды келтіре берме деп отыр ғой Алла Тағала. Әрдайым ол келіп тұрған кезде қайтарып таста дейді. келіп тұрады қайтарып таста дейді. Сол нәрсенің кезінде сахабалар тіпті кейбір жаңағы рұқсат етілген болатын нәрсенің өзіне дейін күресуге тырысқан. жаңа айтып тұр ғой оңай болып кетеді деп. оңай